Кең әрі жайлы жатақхана. Міне 3-ші жыл қатарынан тұңғыш президенттің бастамасына сәйкес елімізде студенттер үйінің құрылысы жүріп жатыр. Бағдарлама аясында 24 нысан қолданысқа берілсе, 6000-ға жуық студент жаңа бөлмелеріне орналасты. Жоба инвесторларды қолдау аясында жүзеге асуда. Биыл ше, қанша жатақхана қолданысқа берілмек? Тілші материалында. Еліміздегі ірі жобалардың бірі Қазақстан технология және бизнес университеті жатақханасы құрылысының аяқталуына санаулы уақыт қалды. Жобаға сәйкес университет жанынан 680 орынды су жаңа нысан салынуда. Құрылыс жұмыстары пандемияға қарамастан күні-түні жүргізілуде. Айта кетерлігі, жаңа студенттер үйі заманауи техника әрі жиһаздармен жабдықталады. Коворкинг орталық жасап жатырмыз. Соның ішінде спорт зал бар, заманауи техникамен қамтылған, жаңағы әрбір этажында оқу залдары қарастырылған, студенттерге әрбір этажда жаңағы демалатын орындарды қарастырып. Сонымен қатар, келесі жылы жас ғалымдарға арналған жаңа нысан бой көтереді. Кейбір жобалар даму кәсіпкерлікті қолдау қоры аясында жүзеге асуда. Өйткені қор екінші деңгейлі банктерден алған несиені субсидиялайды. Қысқасы, бизнесмендерге қолдау жасайды. Даму қоры кәсіпкердің қарызын, банкіден алған қарызын субсидиялайды. Яғни 15%-да қарыз алса, оның 9%-ын субсидиялайды, кәсіпкер өз тарапына 6%-ын төлейді. Елордада 2 проект қарастырылды, даму қоры қолдау көрсетті. Қазақстанда 3 жылдан бері студенттер жатақханасы салу бойынша кәсіпкерлерге үшін арнайы бағдарлама іске асырылды. Бүгінгі таңда осы бағдарлама бойынша 19 мыңнан аса 60 келісімшарт жасалды. Оның ішінде 6000-нан аса орын жайға арналған 24 жатақхана пайдалануға берді. Бір студенттер тұрған үшін 8 жыл бойы мемлекет тарапынан 350 мың теңгедей қаржы қарастырылған. Айта кетсек, жоба кәсіпкерлер үшін таптырмас мүмкіндік. Себебі ол тек табыс көзі ғана емес, болашағы зор бизнес жоба. Гүлназия Жалғасқызы, Айтуған Бағланов, басты жаңалықтар.